Қандай жетім, пап. Интернет деп тұрған жоқ, интернет, агент арқылы. Әй, шырағым, о баланың тегі кім? Не елдің баласы? Руы кім? Руы. Ру? Иә. Ру, собачкамайл.ру. Немене? Собачкамайл.ру. Немене? Итпен құда болдық па, не болды өзі? Баспалдаққа шыққан қадамдары, жетістікке жеткендері ата-анаға деген үлкен қуаныш, үлкен мәртебе. Конечно, қуанам. Төбеміз көкке екі елі жетпей, кеше ғана күні бітірген актер еді, мысалға, бүгін ұстаздыққа айналды. Өнердегі өз орнын әлде қашан айшықтаған Жұлдызай соңғы кездері үлкен сахнадан көрінбейді. Ой, қоя тұрсай, таппай қалам ғой. Нені? Тоқташы, қимылдама. Қимылдама. Немене жылып атсың? Ақшаш қой. Аналар жобасының бүгінгі кейіпкері актриса Жұлдызай Дүйсенбиеваға өмір сыйлаған асыл адам. Бұл Сәуле ана. Жұлдызайды жарық дүниеге келген Сәуле ханымның өзі 6 ұлдың ортасында еркелеп өскен жалғыз қыз. 3 ағам бар, 3 інім бар, ортада жалғыз қызбын. Сұмдық еркекті ғой, бірақ енді өмір үйретеді ғой, бәрін аса қиналатындай болған жоқпыз. Өмірдің сабақтарынан білім алған жастар ата-аналарынан бөлек өмір сүрген. Келін болып түскеннен кейін, той анауына өткеннен кейін жеке кетіп қалыпты өзіміз. Қыдырып қана барамыз, қыдырғанда келіндік рөлді атқарам бар. Ата-енем де аса бір қатал болған жоқ. Себебі үйдің үлкені тұғын, ол менің ерке екенімді біледі. Ерке келін 6 құрсақ көтерген. Алайда 2 ұл 4 қыз тұғын. 2 ұл Жұлдызайдың алдында шетінеді. 4-еуі тірі аман есен, Аллаға шүкіршілік. Ешкімнің 10 ұлына айырбастырмаймыз, Аллаға шүкіршілік. Ұлдардың істемеген тіршілігін жасап жатыр. Жұлдызай үйдің үлкені. Әулеттің жарқыраған жұлдызының есімін атасы қойыпты. Жұлдызай деген есімді атамыз қойды. Папамыздың әкесі как раз сол кезде ауырып жататын. Егер келінім ұл босанса, кетіп қаламдағы, қыз босанса тірі қалатын шығармын деп сол өзі ойланған екен. Қыз болды деп қуанып, бірінші Жұлдыз деді. Сосын сол қасына айын қосайық, Жұлдызай болсын, жұлдыз болып жарқырасын деп өзі қойып кетті. Жұлдыз дүниеге келгеннен кейін 10 жылдан кейін қайтыс болды ол кісі. Жұлдызайдан кейінгі қыздарының есімін қою да Сәуле анаға бұйырмаған. Жұлдыздікін атасы қойды, екінші қыздікін папасы қойды, төртіншінікін бұлар өздері қойды. Мен соны жан сая қоям деп таласқам айтқандай. Жаныма сая болсын деп. Бірақ бұлар жеңіп кетті. Луиза болсын деп өздері солай қойды. Жұлдызай, Жанна, Елизавета, Луиза. Бала кезде орын алған бір оқиға жұлдызды қыздың әлі күнге есінен кетпейді. Ең кішкентай қызы босанғанда әлі есімде 14 жаста болдым. Азында оянсам, маманы уже алып кетіп қапты перзентханаға. Папам терезеден теріс қарап тұр екен. Бұлай ұйқымнан тұрып қарасам, папа теріс қарап тұр екен. Соны ойладым, мама тағы да қыз туған екен ғой. Жуынатын бөлмеге кіріп, есігін жауып алып жыладым. Сөйтіп папа есік тұрып, ай, Жұлдызай шығасың ба? Мамаңа барайық, шықпаймын дедім. Не болды деп жыладым. Не болды? Ашса есікті, ашпай. Тағы да қыз туды ма? Қыз туды, не болды? Немене сен өкпелеп тұрсың онда? Мен өкпелеп жоқ, сен өкпелеп тұрсың. Бүкіл өкпемді, назымды есікті жауып алып, өмірімде бірінші рет әкеме. Қандай жамандық көрдім деймін да әкеме. Кішкентай кесе сорпа қалса, мысалы үйде, мама келгенше тамақ жасалмай сол сорпа тұрған болса, соны ішпей әкемізді күтіп отырамыз. Сол кісі ішсін. Өйткені біздің тәрбиеміз солай. Тамақты әкеміз бастамайды, біз бастамаймыз. Сонда айтқаным ғой, папама айтқаным ғой, балалығым ғой. Сол кезде папамның айтқаны. Әрқайсыңды біреудің 10 ұлына айырбастамаймын. Шүкір. Ренжімейді, еш уақытта ренжіген емес. Ең бай адамын деп айтады. Себебі ұл сүймей қалған жоқ қой, ұл сүйді, бірақ Алланың ісі де 2 ұл көрді. Айтып отырмын ғой, Рауан, Руслан деген ұлдарымыз болған, екеуі бір күнде шетінеп солай тіл көзден. Сол күннен бастап бала Жұлдызай өзіне бір мақсат қойды. Ол әкесінің мақтанышына айналып, әр істе озық болуды өзіне міндет етті. Алайда сол міндетті денсаулығына байланысты атқара алмайтын кездері де болған. Көп ауырды бұл қыз. 7 жасқа шейін жаңағыдай түкіртіп, үшкіртіп, сөйтіп жүретін тұғысына жеңде күе жақып қоятын тұғымыз. Жолдастарымыздың бәрі күлетін. Соншалықты елде жалғыз сенде қыз бар ма деп, елде менде ғана қыз бар деймін да, себебі Жұлдызай болатынын білгеніміз дейді. Үлкен қызының үлкен ортада жүретінін ана жүрек сезген. Сондықтан да бетін қақпай еркелетіп өсіруге тырысты. Еркелігім болды, бірақ орнымен еркелеп те үлгерген жоқ. Мен ес білгелі жанұялық өмірге ерте кірісіп кеттім. Еркелігім бар, өзіме жетерліктей, бірақ көп көрсете бермеймін. Үйдің үлкені болғасын, жауапкершілікті өзіме міндеттеп кәдімгідей алып алған қызбын. Ол
бала болып қуыршақ ойнамады. Есесіне өнерге бала кезден қызықты. Өзі де кішкентайынан сондай талантты, осы өзі 4-ақ жасар тапшанда шығып алып, күә бол жұлдыз, күә бол айым деп ән салатын. Сапалақ қағыңдар, мен әртіс болам, мен ән салам. Алайда ата-анасы өнерлі қыздың өнер жолын таңдауына үзілді кесілді қарсы болған. Бірақ әртістікке бергіміз келген жоқ сөздің шыны. Біздің кезімізде әртіс деген енді басқаша ұғым еді ғой, өзі жеңді бәрібірде. Мен 5-ші сыныптан бастап домбыра классына бардым. Сейдулла Бәйтереков атындағы мектеп бар. Мен оқыған кезде Глинка атында болатын. Тура 9-шы сыныпта бітіріп атқан кезде маған мұғалімдер айтты: "Сен өте жақсы оқып жатсың. Конкурстарға келіп кетіп жүрдім Алматыға. 9-шы класстан кейін музыкальный колледжге түскім келді, Шымкентке. Біз өзіміз Кентауда тұрамыз." Соның ата-анама айттым: "Маған осындай ұсыныс беріп жатыр мұғалімдер. Мен 9-шы жаңағы сыныптан кейін колледжге түсейін музыкалық. Шымкентке деген масқара, бір өзің 9-шы класстың оқушысы. Не деген масқара? Қаяқтан шығарып алдың оны? Ешқайда бармайсың." Содан өкпелеп мен жылап 2-3 күн. Сандықтағы заттың бәрін шарпсап, нота дәптерін бәрін салып, домбыраны салып, үстіне заттарды салып, қылтадым да мама мен папам айтты: "Енді маған үйге қонақ келген кезде домбыра тарт, домбырамен ән айт деңдер, айтпаймын." Қырсық қыз содан кейін шынымен домбыраны қолына ұстамады да. Шертем, бірақ бұрынғыдай тарта алмаймын да, кішкене дайындық жасасам шығатын шығармын деп қоямын. Ата-анасының алғашқы тосқауылынан кейін Жұлдызай жұлдызды өмірді армандамады. Ол өзіне басқа мамандықты мақсат етіп алды. Өкпелеп жүрген кезде арада уақыт өтті, 11-ші класты бітіріп жатырмыз. Енді оқуға түсетін уақыт болды. Сосын ойладым, мен заңгер болайын. 2 жылдың ішінде бұл кісілерге өкпелеп жүріп, мен заңды қатты жақсы көріп кеттім. Сөйтіп, Жұлдызай заңгер болуға бел буады. Ол кезде заңгерлікке 98 жыл бітіріп атқан кезде адамдар көп түсті. Содан кейін мемлекеттік грант аз болды дағы, коммерческий деген басталды, оқу, ақылы. Ал ақылы оқуға менің ақшам жоқтығын. Заңгерлікке түсе алмаған қызға тағдырдың өзі үлкен мүмкіндік берді. Менің ұстазым марқұм болып кетті, Райымбек Сейтметов біздің Кентаудан театральный факультетті ашыпты. Содан кейін ойладым, домбыра тарталам ғой. Онда да мен әртіс болып кетем деп ойлаған жоқпын, домбыра тарталам. Барып көрейін, өзімді сынап. Шығармашылық емтиханда тапсырып, білмеймін, Алланың өзінің бұйыртып тұрған шығар. 32 ма, қанша сондай абитуриенттің ішінен, енді тапсыруға жіберілген абитуриенттің ішінен ең жоғарғы балмен түсіп кеттім. Алайда кәсіби актриса болуға Жұлдызай аса қызықпады. Келесі жылы ақша жинап, юрфакқа ауысып кетем деп ойладым, заңгерлікке. Театр әлемі Жұлдызайға жаңа күшпен дем бергендей. Мен үшін театральный факультетке түскенім басқа бір әлемді ашқандай болдым. Мен өте тұйық қыздығым, қабағым өмір ашылмайтын. Кейде көршілер әзілдеп айтатын: "Ай, осы қызым өзі күле ма, күлмей ма? Масқара ғой, тұрмысқа шықпайтын шығар натурмен" деп. Кейін ашылдық, негізі орта тәрбиелейді дегенде дұрыс айтылған ғой. Ойладым, осыны бітіріп алайын, кейін егер күшті әртіс болып кетіп, жағдайым жақсы болса, өзім заңгерлікті оқып аламын деп. Бірақ соны әлі оқи алмай жүрмін. Тұңғышының көп мінезін анасы отағасына ұқсатады. Мен жуаспын десең. Папасы айтып отырмын ғой, еркек мінезді. Еркелігінен еріктілігі, жаңағы өжеттілігі басым бұның. Осылайша Жұлдызайдың жұлдызы жарқырады. Алайда бүгінде ол әзіл әлеммен қоштасқан. Себепсіз емес әрине. Бұл туралы сәлден кейін. Кентаудан Шымкентке барайын дедім, картошка пияз беріп жүрген ғой. Шымкентте картошка пияз жоқ сияқты, аштан қаласың. Баста іздейтін, звондайтын, сұрайтын, қазір іздемейді бұл кісілер. Біледі, болып жүр ғой деп. Алайда Жұлдызайдың нағыз жұлдызды кезеңдерінде анасының уайымы көп еді. Шаншарға кетті ғой, мектеп, жаңа университетті бітіргеннен кейін. Қайда жатасың, қайда тұрасың, қандай коллектив деген уайымдар болды. Жоқ, кейін үйреніп кетті ғой, өзін өзі алып, коллективке тез сіңіп кетті. Алғаш рет Сәуле ана қызының өнерін Жұлдызай студент болып жүргенде тамашалаған. Ең алғашқы сахнасы концертте ән айтып шығады деді. Сахнаның арқасынан лестницамен түсу керек болды да, құлайын деп қалған сәтінде кәдімгідей орыннан тұрып кеттім ғой, соншалықты ұзын көйлек киіп алған, ән салып шықты да, концертті бастады бірінші, 2-ші курста, по-моему. Ұйықтамаймыз, уайымдаймыз, осымен бірдей уайымдаймын. Ақшасын төлеңіздер деймін. Төлемек түгіл төлейсіздер. Білдіңіз бе? Ой, мір тиіп алып адам. Сен ұрамайды дейсің ба? Не ұрмақты? Ойбай, адамды шәлтіреп. Ей! Бергел!
Концерттерімді әкемнен гөрі анам көп көреді. Әкем неге екені белгісіз, сол Кентауға концертке барған кезде ғана көреді дағы. Жаңағыдағы мінезі қаттылау дедік қой, қатты көп мақтамайды, қатты көп еркелетпейді. Бәр нәрсе өзінің шегімен, арнайы бір сызып қойған деңгейінен аспайды бізде үйде. Қыз болсақ дағы солай тәрбиеледі енді. Сондықтан анам көп көреді. Жаңа айтты ғой, университетте жүргенде спектакльдерінен қалмайтын, театрда жұмыс істегенде де спектакль, концерттен қалмайтын. Шаншарға келген кезде 2007 жылғы концертте арнайы Алматыға келді. Алматыға дайдым. Жасың қаншада? 27-те. 27-те. 81 жылғысың ғой? Таза 81-сің. Қайдан біліп қойдың соны? Ұсынысты жұлдызды қыздың өзі жасаған. Айттым мамаға, Алматыдағы концертті бір көрсеңізші үлкен сахнадан қалай болады екен деп арнайы шақырып. Шаншардың жарқыраған бір алтын дәуірі болды ғой, жоғарыдан көрініп шегіне жеткен кезінде анамды шақыруға мүмкіндігім болған кезде шақырдым. Алып келдім, көрсеттім концертті. Сізге айтар тілегім, шапаныңыз тозбасын, шыңдарыңыз қозбасын, көшедегі өріп жүрген машина ешқайсысы сіздікінен озбасын. Мен қай концертінде, қай неде болса да, әрбір сәтте, даже қазір осының өзінде толқып отырам да. Іштей енді анасы ғой, баласының жетістігіне, жемісіне қуанбайтын ана жоқ. Беріліп көрем, қызығып көрем. Ана жүрек қызының әр образына дән риза. Сын айтып көрген емеспіз, бірақ ондай жасанды несін байқаған емеспіз. Мақтағаным емес, бәрі орнықты болады. Мақтаймыз, солай болды деп. Күн өскен кешен ел аузынан түспейді. Кейде қыздың сол сахналық рөлдерін сағынышпен еске алып тамсанып көреді екен. Күні кеше ғана тарқымақсыз отқанда осы алматылықтар айтып жатыр да. Шаншарда керемет еді, Алдараспанда жақсы еді, неге кетіп қалды қызыңыз, біз енді көргіміз келмейді дейді. Енді әркімнің өзінің жолы бар, жөні бар, тұрмысқа шықты, мысалға басқа арнаға бару керек, баяғыдай бойдағы емес жүре беретін деп түсіндіріп жатырмын да. Аға, пойыздан күтіп алмадыңыз ғой. Мен үйіңізге келе жатырмын. Сәлеммен, Айгүл. Айгүл? Ах, тазбас! Ұятсыз! Бәсе деймін, үш күнде бір үйге қонған жоқ қой, бұл ревизия деп, білдік қандай ревизия деген. Бұл ауысып жатқан сәтте ешқандай бүйтіп артық аспай бөтендер болған жоқ. Бәрі өздерінің жаңағы сол Шаншардан бөлінген балалар ғой енді. Нұржан маған өзіме күйеу бала болып келеді, например, жездесі. Наоборот, қуандық жастар бөлініп жақсы болатын болды. Ал шығармашылықтағы жаңалықтар мен қызметтегі өзгерістер жайын жұлдызды қыз анасынан жасырын ұстайды. Жұмысыма байланысты нәрсені көп ақылдаспаймын ешкіммен. Өнеріме байланысты. Өйткені қыздардың бәрі әрқайсысы әр мамандығы иесі болғаннан кейін, өзіміз сол мамандықты таңдағаннан кейін өзімізге дұрысы қайсы соны өзіміз шешіп жатамыз. Әрқашанда жұмысымызға байланысты. Мына жұмыстан кетіп қалып, ана жұмысқа барсақ та неге кетіп қалдың, не істеп жатсың демейміз. Демек өзі дұрыс шешіп жатқан шығар деп солай дұрыс көз қараспен қараймыз. Ал анаммен жұмысыма байланысты енді айтам, бірақ көп уайымдатқым келмейді, сондықтан мен көп нәрсемді айта бермеймін. Өйткені ол бала кезден өзіне жүктелген жауапкершілікті сезініп өскен. Бауырларына қамқор, ата-анаға қолғанат болуды да ерте үйренген. Алайда кейде балалықпен шалалық жасайтын кездері де болыпты. Ол кезде садик бірінде болса, бірінде жоқ, қиыншылық, папамыз да жұмыста, мен де жұмыста. Есікті ашып үлгергенше мыналардың дауыстары деген өшу не болып жатыр дейді. Сөйтсем екінші қыздың шашын алып беремін деп бүлдіріп қойған ғой. Ол айқайлап жылап отыр. Бұл оған қосылып жылап отыр. Менен қорқып. Жасыратын жоқ. Айқай жаңағыдай таяқ жеді ғой, енді алаңсыз. Оңбай таяқ жеуге ерке қыз әбден үйреніп алған көрінеді. Көп таяқ жеген. Өйткені үйдің үлкені болғаннан кейін үйдегі кішкентайлар бірдеңе білдіріп қойса да, менің есімде жаңағы үйдегі екінші қыз Жанна, жасыл қолғабы болатын. Әлі есімде. Қолғапты ол кезде бізге резинаға былай тігіп, пальтоға, шубаға. Сөйтіп, мынау астынан шығарып қойып қоятын. Өйткені ол жоғалып қалмау керек. Bir күн далаға шығып ойнадық, ол қолғабын біреуін жоғалтып алды. Мен байқамағам. Мен де балам ғой, ол екеуміздің арамыз 3 жас, 4 жас. Үйге келсем, киімдерін жинап жатып мама айтты. Қолғабы қайда деді. Білмеймін дедім. Қалай білмейсің, сен үлкенсің ғой, неге қарап жүрмейсің деп ұрыс естіп, тапочка бар тұғын. Ол кездегі тапочкалар қалың, асты кәдімгі резина сияқты, беті сұр тұстығын. Менің әлі есімде сол тапочка. Сол тапочка анау есіктен былай қарай осылай ұшты ғой мағанша. Былай мына көзіме тиді. Ертесіне сабаққа бардым. Көзімді көріп қалған ғой енді. Сол мұғалімім айтты,
не болды Жұлдызай көзіңе деп еді. Мамам ғой ұрған деп ем. Мама деген келіп алып, одан сайын ұрысты маған. Неге сен ұстазыңа айтасың мен тәпішкемен ұрып деп, сен өзің кінәлісің ғой, өзің неттің ғой деп. Содан кейін мамам ұрса да айтпайтын болды. Бала кездегі тентекке толы бал кездер мұнымен тәмам емес. Нағашымның қыздары бар, бәріміз үйдеміз. Біз тастап кеткен үйге. Мен картошканы қойып қойғам, жылтайын деп, тамақ берейін деп бәріне. Айна тұратын, соның астын қарап қалсам, құрбақа тұр. Бәріне отырыңдар, бәрін кроваттың үстіне шығарып тастағам. Қазір мен өзім қорғаймын сендерді. Жаңағы өзімше бір кухнядан алып келіп, ожауды лақтырам, құрбақаға тимейді, қасықты лақтырам, құрбақаға тимейді. 5-ші этажда бір көрші бар еді, сол кісіні шақырып келеді. Ана әйел кісіні. Аналар жылап отыр, шықпаңдар, құрбақа бар деп, олармен отырғызып қойғам. Манат деген бір көршіміз бар еді, апай. Сол кісіні шақырып келдім. Ойбай, түсіңіз біздің үйде құрбақа. Ойбай, қаяқтың құрбақасы? Дейді олар енді. Этаж үй ғой енді. Соны келді дағы, бетіп келіп айнаның астына келді. Мынау ма деді. Сөйтсем бір шүберек алабыжақ бит тастаған құрбақа ұқсап көрінген де маған, қорыққанға қос көрінеді деп. Намысым кеп кетті. Сөйтіп бір уақытта, әй, бірдеңені иіс шығып жатыр ма деді ана кісі. Жоқ, ештеңе емес дедім. Бірдеңе жанып жатыр, ештеңе жанып жатқан жоқ деп, өзім жаңа құрбақам бар, ұялып ол кісіні шығарып жіберіп кухняға барсам, картошка деген қап-қара болып күйіп, анау сковородка еруге сәлақ қалып, атылуға сәлақ күйе болып кеткен ғой кәдімгідей. Жұлдызай бүгінде керемет аспаз. Оның да негізін сонау бала кезінде анасы қалыптастырып берген. Мен 14 жасым кезінде мама үйдегі ең кенжеміз босанды, көп жұмысқа өзім араласып кеттім. Тіпті сол қызды өзім бақтым десем де болады. Өзім орайтын, өзім қарайтын. Соған дейін мен көп жұмыс жасамайтын, өйткені мама жасайтын бәрін. Енді нан ашыту керек болды. Сонда бұрын соған қадағалап қарамағам. Сонымен нан ашытайын деп бәрін салып болып, орап қойып қойдым. Өзімше жылы жерге деп апарып қойып қайтып келсем, дрожжым қалып кетті столдың үстінде. Ойладым да, үстінен құяссақ болатын шығар деп. Бардым да үстінен құясам, ол ашымай көк-дөңбек болып, одан сайын жабысып, енді оны көрсете алмайсың ғой енді. Кешке мамаң келеді, ол қамырды бүктеп, салафанға, мешокқа салып, оның сыртынан бірдеңеге орап, балконға анауында бұрышқа тығып қойып, өзім залда бізде бір сервант тұратын еді, мынандай шкаф сияқты. Соның жанына тығылып қалғам ғой. Папа есікті ашып кіріп, "Әй, ешкім жоқ па?" десе, үндемеймін ананың жанында тұрып. Алайда бұл жерде ол ұзақ жасырын алмады. Папа барды да бірдеңені, тур бір кинодағыдай ғой, бірдеңені алам деп жатып, балконнан қамыр түсіп кетті. Мынаусы несі деп еді. Мен ғой құртқа. Өзім шифонердің жанына тығылып алғам, шықпаймын. Папа деген айқайлап күлді да, енді неменеге тығылып тұрсың дейді, енді ұрсасыз ғой деймін де, енді сонда мен сені таппай қалам ба дейді. Білмеймін, қойшы өші жерде тұрмай тұр деп қоймын. Ата-анасының мұндай қатал талаптарына да, артынан ерген бауырларына да актрисаның алғысы шексіз. Өзімнің қателіктерім үшін емес, өзімнен кейінгі бауырларым қателіктер үшін көп таяқ жейтін тұғым, көп ұрыс естейтін тұғым солар үшін. Бірақ қазір шүкір солар үшін, солардың арқасында көп мақтау естеймін. Ай бұй, деген күлкін қойша, адамды позор қылмай. Екеуің мен қазір точно позор қыласыңдар. Үлкен қыздарың үйіне апарып тастаймын ба? Ойнап жатырмын. Не тұрсың? Әзіл ойнап жатыр. Елдің еркесіне айналған Жұлдызай бүгінде бір әулеттің келіні. Мен де тұрмысқа шыққаннан кейін 2-ақ күн ата-ененің қолында болдым. Одан кейін ол кісілер ауылда қалды, біз Алматыға кеттік. Жолдасым жұмыс осында болғандықтан. Былайша айтқанда айында жылында бір барамыз. Ол жақтағылар маған аса қатал болып жатқан жоқ. Елдің қызы болғаннан кейін ол кісілерді еркелетеді. Атамыз тіпті ештеңе жасама дейді. Енем артық аспай ештеңе айтпайды. Тіпті тамақты да өз жасап тастайды. Сен отыра берсің, ештеңе істемей-ақ қой. Сендер қонақсыңдар, өздерің 1-2 күн келгенде қонақ болыңдар деп. Үйде келін бар, қайныларымыз ерте үйленіп кеткен. Аса көп ондай бір қиындық көре қойған жоқ. Тұрмысқа шығатыны туралы хабарды отбасына жеткізу танымал актриса үшін оңай болмаған. Біреуге адуынды болып, біреуге мінезді болып көрінетін жарым, бірақ мен әкеме де, шешеме де олай жаңағыдай тура ештеңені айта алмаймын. Әлі күнге шейін айта алмаймын. Кейде бір айтылу керек нәрсе болса, өзімнен кейін сіңілеріме айтып барып айтқызып жіберемін. Ойбай, мен папама айтпаймын, айттым ғой жаңа. Әлі күнге шейін мен мұны қазір жасым 35-ке келсе де, мен папама артық асып ештеңені айта алмаймын. Мамамның телефонына осы Алматыда кезде болғанда телефон соқса,
мен мамамнан бұрын телефонды да көтермедім. Ойбай, папа звондап отыр, өзіңіз бірінші сөйлесіңіз. Тіпті Ол менің сыйлағандығым, ол менің құрметтегендігім. Мен тіпті аяғым ауыр кезде әкемнің көзіне көрінбеуге тырысып көрінбедім де. Тәрбие солай. анасына да жұлдызды қыз көп сыр ашпайды. Өмірде айтылу керек нәрселер болса, ақылдасу керек нәрселер болса айтып жатам. Бірақ көбіне бұл кісілер менімен ақылдасып жатады. Мен айттым ба, үйдің үлкені болғаннан кейін ағам мен жеңгем сияқты көрім, кемпір шалдың қызы болдым. Сол үлкендердің қызы болып есептеліп кеттім дағы. Мен бұл кісілерді кейде ай балам, ай қызым деп әзілдеп күліп жатам. Не істеп жатсыңдар? Той берейін деп жатыр екенсіңдер, менімен ақылдасыңдар деген сияқты. Көп нәрсемді айта бермеймін, ол менің бір тәкаппарлығым, не болмаса өзімшілдігім емес, уайымдатқым келмейді. Кез келген нәрсемді айтып, ойбай жұмысымды ауыстырайын деп жатырмын, не істеймін, ойбай ананы істейін деп жатырмын, не істеймін дегім келмейді. Менде бәрі жақсы, менде бәрі күшті, тым уайымдамаңыздар, бәрі жақсы. Осылай артық асып әңгіме айтып, жүйкелерін тоздырып, ерте қартайтқым келмейді. Алайда жаңа өмірге құрған жоспарлары туралы бірінші болып ол анасымен бөліскен. Мен бірінші тұрмысқа шығатынды мамам айтты. Онда да тұрмысқа шығайын деп жатырмын деп айтқан жоқ. Мама 13 апрель күні Шымкентке келесіз ба дедім. Жайма деді, құдағиыңыз кездесем деп жатыр деді. Ойбай, қай құдағи деді. Қай құдағи болғанда не ғой енді? Кетпеймін ба мен дедім. Осы кетейін деп жатырмын деген жоқтым да, сонымен. Қойшы деді мама, сенген жоқ негізі. Онда өзіңіз қараңыз дедім. Мен 13 күні күтем. Ол кісілер келіп сізбен сөйлеспекші дедім. Мен жеңгемді ертіп келді. Өзім 20 жасында тұрмысқа шықтым ғой, 20 жастан бастап есептегенде 13 жыл күттік енді. Жаңа жылды күтеміз, жаңа жылда қыстың күні шыға қоймайды ғой деп, көктем басталды қызым, қашан деп қоямыз. Жаз өтіп бара жатыр, қашан, күз кетіп бара жатыр, қашан, бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деп бұйрық саты шығар, осы 14 жылға түсті ғой сол. Көп замай Дүйсенбиевтердің әулетінде үлкен той болды. Қуанышымда шек болмады енді. Бірақ күйеуімді көргенше асығып жатырмын деп, күйеу баланы көргенше асықты, қалай болар екен деп енді үлкен есейіп қалғаннан кейін де қиын. Жоқ, жаман емес. Жаңа әулетке ұзатылған асылына Сәуле ана ақыл айтудан жалыққан емес. Келін болмастан да бұрын қыз баланы тәрбиелейсің ғой, жалғыз жұлдыз ғана, қалғандар әлі тұрмысқа шыққан жоқ. Қай-қайсысына болса да айтып отырамыз. Кісесігі тоң есіп, үйдегі жаңағы қатты мінездеріңді көрсетпеңдер, еркеліктеріңді көрсетпеңдер, айту керек екен деп бажетте қалмаңдар, жай-жай қадам басып дегендей ақылымды айтып отырам. Жұлдыз ондай сәттен өтіп кетіп барды ғой, мені үйрететін сәтте кетті ғой. Қалғандарының да құлақтарын алтын сырға айтып жатырмын енді. Шыдамдылық, сабырлық, төзу керек. Жанияның жалпы қадірі, әкенің орны қандай, ананың орны қандай, әрбір бауырдың орны қандай, бәр нәрсені қолда ұстап тұру оңай емес екенін, соның бәріне тек бір төзімділік пен шыдамдылық керек екенін мен осы кісіден үйреніп өстім. Ол маған өте көп керек болды. Менде қиын сәттер көп болды. Шыдайым, өтіп кетем, одан кейін жарқын күндер алда тұрады. Соған сенем. Жалпы өз-өзіңе деген сенімділік, шыдамдылық, төзімділік. Мен осыны көп алдым, осыны көп көрем. Жания болу оңай емес. Ер азаматты қалай сыйлау керек? Қандай болған күнде де ол ер азамат екенін біз осы анамыздан өсіп үйрендік. Алайда бала тәрбиесінде Жұлдызай тек анасынан демеу күтеді. Оны айтып жеткізе алмаймын жаным, әлі күнге шейін. Оның тәттілігі, оның 2 айлық пенсиямды алам деген күні, босанды бұл 7 май күні. Қуаныштың көз жасы ғой, енді жылағанда. Дереу папамызға звондады, ол ояқтан жылап жатыр, мен бұны ояқтан жылап жатырмын жаңағы. 2 күннен кейін 9 май күні келіп осы Алматыға шығарып алдым. Содан бері біргемін ғой, арамыз 2 апта, ол 2 күнде шыдай алмаймын. Естіп жатса кешірер енді. Күйеу бала жақтан қызғанам. Көрсеткімді келмейді. Әжесінің аянаты ған десең былай нетеді да. Сәуле ана Алматыға аянат жиені үшін жиі келуге тырысады. Енді анамды көп шақыртам. Қазіргі таңда балалы болғаннан кейін тіпті көп шақыртам. Өйткені кейде бір жерлерге үлгере алмай жатсам, анам келіп қарап беріп жатады аянатқа. Ол қыз тек осы мамама ғана көнеді енді. Бүгінде өзі де сәбилі болған Жұлдызай анасының қадірін еселеп түсінуде. Егер бұл кісілер дүниеге алып келмесе, біз бұндай шыңға, биікке жетер ме, жетпес пе? Айтады ғой, анаңды Меккеге 3 рет жаяу арқалап апарып алып келсең де қарыздан құтыла алмайсың деп. Оны қарыз деп білмейміз, парызымыз. Қолымыздан келгенше сыйлық жасауға тырысамыз, қолымыздан келгенше көмектесуге тырысамыз, ол біздің парызымыз. Жұлдызайдай жұлдыз тәрбиелеген ананың сыры осындай. Ал анасының ақылынан аттап өтпеген жұлдызды қызға да дәл осындай бақытты ана бол демекпіз.